Есімім Нұржан Әмірбекұлы Рыскелдиев. Ұлттық нейрохирургия орталығында ашылған күннен бастап қызметтеміз. Орталық жүйке жүйесі патологиясы деген бөлімшенің меңгерушісімін. Мектепте жүрген кезде анам қалады. Үйде бір балдардың біреуі дәрігер болған. Қазір таңдаған біздің мамандығымыз нейрохирургия. Оның ішінде бас ми ісігіне операция жасаймын. Кей кезде адамдар қиналғанын көрген кезде жүрегің ауырады. 80-нен асқан апаларға деп жатырмыз операциялар. Сол кісілердің өзіндегі қуаныш, оны көріп айтып жете алмайсыз. Немерелері, балалары құшақтап алып, жатып келген адамды жүргізіп алып кетіп, сол көрініске бір жақтан біздің өзінің себебін тиіп жатыр. Ол да бір өте қуаныш. Қанша дәрігер болғанмен көп ауруға әлі ем болмайтын ауруларда әлі жетіп жатыр. Қиын кезең менде бірінші сол анам мен өзім шетте жүрген кезде қайтыс кеткен болды. 1 жыл, 2 жылға дейін сол сәл ауыр тиді. Бауырларыма да ауыр тиді. 3,5 айлық стажировка сияқты жібергенбіз Израильға. Сонда жүрген кезде қайтыс кетті ауыр. Негізі адам кім болса да жақсы өмір сүруге, бақытты болуға тырысады ғой. Жанұям бар, 2 қыз ұлым бар, жолдасым бар, әкем тірі, бауырларым тірі. Осы бардың арасында ешкім ауырмай, қиналмай жүрсе, ең бірінші жетістік сол деп ойлаймын.